оқушылар және ауыл тұрғындары. Біз мектебіміздің ауласында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына байланысты 30 қарағай ағашын, 48 көктерек ағашын отырғыздық. Мектеп ауласында шағын тәуелсіздік бағы деген саябақ ашпақшы ойымыз бар. Сол жерге ағаштарды оқушылардың, ауыл жастарының және ұстаздардың көмегімен отырғызып қойды. Қазіргі таңда саябағымызда 78 ағаш отырғызылды. Онда отырғызылған ағаштардың ішіндегі терек, ешқандай аллергиялық әсер етпейтін, мамық шашпайтын теректер отырғызылды. Осындай атаулы іске атсалысып отырған ұстаздар қауымына, оқушыларға және ауылдың жастарына үлкен алғысымды білдіремін. Тәуелсіздігіміз баянды болсын.